Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көптеген балаларда кездесетін құйымшағындағы дақ туралы айтатын боламын. Қазақ халқында бұл періштенің шапалағы деп аталынады. Бірақ та бұл дақтың өзге де мән мағынасы бар ма, неліктен бұлай аталынады, сол туралы айтатын боламын. Егер де сізге бұндай танымдық ақпарат қызық болатын болса, менімен бірге болыңыздар. Ғылымда бұл дақты моңғол дағы деп атайды. Бұлай аталуының себебі ең алғаш моңғол халқының балаларынан байқалғандықтан. Моңғол дағының түсі әртүрлі болады. Сұр көкшіл, қою көкшіл, қоңыр көкшіл деген секілді. Көбінесе құйымшақтың үстінде болады. Алайда баланың тобығында, санында, білегінде де кездесуі мүмкін. Бұл дақ жаңа туылған нәрестелерде 2-3 күн өткеннен кейін пайда болады да 4 жасқа толғанда өздігінен кетеді. Кейбір жағдайларда 7-8 жасында да кетуі мүмкін екен. Моңғолдағы тек қана қазақ халқында емес, түркі тектес ұлттардың барлығында, жапон балаларының 100%-ында, сонымен қатар солтүстік Америкадағы үндістердің балаларына тән белгі екен. Тіптен моңғол дағын Шыңғыс ханның белгісі, Шыңғыс ханның тұқымы деп те атайды екен. Ал математикалық есептеулердің көрсеткісі бойынша қазіргі таңда әлемде 16 миллионнан астам Шыңғыс ханның ұрпағы бар екен. Шамамен соншалықты адамда осындай моңғол дағы да кездеседі. Шыңғыс ханның белгісіне әр мемлекет, әр ұлт әртүрлі көзқарасты ұстанады. Кейбір мемлекеттер бұл дақты өмір бақи құпия түрде ұстауға тырысады. Егер де байқалған жағдайда сол адам келемежге ұшырайды екен. Кейбір мемлекет бұл дақты қанның тазалығы деп санаса, ал кейбір ұлт бұл қанның бұзылғаны деп есептейді. Ал қазақ халқы болатын болса, бұл дақты періштенің шапалағы деп санайды екен. Яғни көнекөз қарияларымыз әйел адамның толғағы қатты ащы болатын болса, періште әйел адамға көмектесу үшін баланың жамбасынан шық деп ұрады екен. Ал егер әйел адамның толғағы жеңіл өтетін болса, онда періште баланың жамбасынан ұрмайды екен. Сондықтан да қазақ халқының кейбір балаларында бұндай қоңыр дақ, қою дақтар болады, ал кейбіреуінде болмайтынның себебі осыдан деп жатады. Ал ғылыми көзқарастарға тоқталатын болсақ, бұндай дақтардың пайда болу себебі адамның тері қабаттарының ерекшеліктеріне және де мелатонин гормонының бөлуіне тікелей байланысты. Бұл дақтар балаға ешқандай ауырсыну алып келмейді және уақыт өте өздігінен кетіп қалады. Құрметті оқырмандар, егер де бүгінгі танымдық ақпарат сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.